Қайткен күнде де сығанақты қазаққа қайтарамыз. Ақ туын желбіретіп, ата жолмен өзімізге тиесілі сығанақтағы таққа қазақты отырғызамыз. Бұл Жәнібек пен Керей хандарымыздың осы Сығанақ қаласынан көшіп бара жатқан кездегі алдарына қойған мақсаты. Ағайын, ол дүние қолдарынан келді, Сығанақ қазаққа тиесілі болып қалды, ал мен сол Сығанақ қаласының орнында тұрмын. Ата-бабадан қалған аманат. Бірақ өкінішке орай бұл жерде қазір қала жоқ. Қаланың орны бар. Ішке кірсеңіздер, сол замандағы кірпіштер, су құбырлары және де қаланың қоршауы ғана қалды. Ағайын, негізі Сығанақ қаласының тарихын айтар болсақ, бұл Қазақ хандығына дейін Қыпшақ хандығының астанасы және Жәнібек пен Керей бөлініп шыққан Әбілқайыр хандығы, яғни айтқанда Шайбан хандығының астанасы болды. Жәнібек пен Керей бұл жерден кеткен кезде қазақты ешкімге бағынбайтын дербес мемлекет жасап қазақ хандығын құрамыз, және де Сығанақты сол қазақ хандығының астанасы етеміз деді. Қолдарынан келді, Сығанақ қазақ хандығының астанасы ғана болып қоймай, жібек жолындағы ең экономикасы мықты қалалардың бірі болды. Өз тарихымызды біліп жүрейік ағайын.